Ма арнамызда 1000 подписчикке 10-ақ подписчик қалған деймі? Ё-моё, давайте видео басылмай тұрып арнаға тіркеліп осы видео лайк басайық достар. Ё-моё, 1000 подписчикке аз қалған екен. Так, ё-моё, мен блоктың дауысын естідім ба? Сыртта бірдеңе дауыс шықты ғой. Так, мына жерде кім тұр? Житель, чё Ой, там? Э, что там, ж- Ермахан? сен қуасың ба? Ой, байқамай қойылып кетті, ала саласың ғой потом. Қалай ала саласың? Қумаш, мен сындыра алмаймын ғой, мен даже киркамен сындыра алмаймын. Қуасың ба сен? Так, тұра тұршы. Ба, Так, тұра тұршы. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін Ермахан. Достар, қараңыздар, мына жительдің не істеп қойғанын. Мен, бағана ютубтан статистикамды қарап жатсам, мынау дейтін, мына жерге басып отырған кез блоктың дауысы шығып кетті дейді. Сен басың жасай ма сенің? Мынау не нәрсе? Басың не қолың. ұрып жатсың деп байқамай қойып жібердің ғой, потом ала саласың ғой Қалай админдарға қой, айтып. айтпаймын админдарға. Ема, давайте сен өйстіп әркім үйіне қоя бересің ба? Давай, мен сенің үйің мына жерін осы сындырып тастайын, давай ма? Мә онда саған, мә, кіре алмайсың ал Сен енді сен басың үйіне, мә жасай. саған. Басың жасай ма сенің? Тупойсың ба? Мынаң бас Тез жасамайды бер екен менің достар. үйіме. Достар, мынаң бас жасамайды екен. Қуасың ба сен? Бедрок. Ладно, мына қарасай, мына бет біз дейтін жөндей саламыз ғой. Мынаны мә сен қуады екенсің, тупой екенсің. Так, ё-моё, мен мынаны сындыра алмаймын ғой енді, тупой мал десе. Так, енді мен проходты қалай жасаймын мына? Достар, мына житель бізде қуады екен. Так, мына жаққа проходты қалай істейміз енді? Ё-моё, анау дейтін біздің үйіміздің айналасын бедрокпен қоршап тастады. Так, достар, мына қуады екен ғой. Так, житель қайда кетіп қалды? Так, достар, бізде житель жоқ болып кетті ғой. Ё-моё, мына қуады екен ғой достар. Ема. Так, енді мына жерде амал жоқ. Осы жерден қазір дейтін өте уродский, малский андай проход жасап қоятын боламыз. Мә, биттің бәрін құртып, мынауды қуады екен, таң атпаса, ё-моё достар, бұған не дауа жоқ деймін да, Так, осылай есікті алып мына жерге қойсақ, все достар, осылай қоймасақ. Так, достар, осы мына жерге істедім. Мен өзімнің деревенский кузнецамын, ё-моё достар, қараңыздаршы, әп-әдемі мына жер дейтін, менде есігім мына жерде тұратын еді, енді мына жерде тұратын болып қалды. Ё-моё, мына қуады екен ғой. Так, достар, мына бедрокты бізге қалай да құрту керек. Біз дейтін мында киркамен бұл блокты дейтін біз миллион жылдап деп, вообще ғасырлап та біз бұны не ала алмаймыз, сындыра алмаймыз. Сол үшін, так, достар, мен қазір мэрге звондап, мен одан не сұрайтын боламын, админка сұрап, в общем, достар, мынау бедроктарды сындырып, в общем, мына кімнен, жителден біз қазір кек алатын боламыз. Так, мен қазір неге звондайын, мэрге звондайын. Так, алло, мэр. Чё там, Ермахан, қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың? Мэр, маған в общем срочно админка керек болып тұр. Мына жақта бір түсінбеушілік болып жатыр. Админка дейсің бе? Қай уақытқа? Білмеймін енді, бір күнге жетеді маған, бір күнге беріп тұрсаң, в общем, кейін сені риза қылатындай қылып саған зат істеп беремін ғой. Все, болды, давай онда қазір 5 минуттан күт, 5 минуттан кейін саған, мен админканы беремін. Все, рахмет, мэр. Все, достар, мэрге айттық, бізге қазір 5 минуттан админканы беретін болады. Қазір админканы алып, мына бедроктарды сындырып, в общем, мына жителдің үйін полностью біз қазір немен қоршап тастайтын боламыз бедрокпен. Все, достар, көріп тұрғандарыңыздай, бізде қазір дейтін админка берілді. Так, житель келем дегенше мына жерлер, бірінші очередь, достар, маған қазір бар ғой, мына бедрокты алып, мына бедроктарды қазір барынша сындырып тастау керек бізге. Так, осылайынан сындырып тастаймыз. Достар, так, мына есігімізді сындырайық, мынаны бүйтіп қоршап жіберейік, и потом өзіміздің родной дорогой есігімізді осы жерге қояйық. Достар, қараңыз, осы жерде тұрған есік дейтін просто әдемі тұр. Так, мына жерде енді жамап қоя салайық. Так, достар, енді бізге бірінші кезекте мына жерді өйстіп, бедрокпен осылайынан бүйтіп, осылайынан, бізге не істеу керек? Барлығын өйстіп әдемілеп тұрып, жетер келген кезде, в общем, бір вапсеге болып қалатындай болу керек. Мынау, үйін дейтін полностью бедрокпен қоршап тастайтын боламыз. Ё-моё, достар, қазір. Так, крышасынан істемей ақ қояйын. Крышасынан көтере алмайды шығар, ода лестница жоқ қой, білем ғой, біздің жителді ол вообще үйінде инструмент ұстамайды, анау дегенде. Қазір, в общем, дейтін достар, мыналарын полный қоршап болып, үйде отырып, қазір житель келген кезде оның реакциясын көретін боламыз. Достар, еще біздің үйдегі бедроктардың қалай кетіп қалғанын ол білмейді, даже менде админка бар екен білмейді ол. Сол үшін, достар, қазір мынаны полностью қоршап тастаймыз. Так, мынау уақыт алады екен, достар. Так, сіздерге қазір бір 5 секундта мынау полный бедрок қоршалады, ал бұл маған 5 минут уақытта алады. Все, так, достар, мына үйді біз полностью қоршап тастадық. Ё-моё, қараңыздар, енді достар, мынаған по-любому біздің житель кіре алмайды. Мен оған сенімдімін, достар. Так, қазір енді үйге кіріп кетіп, жительдің келгенін күтетін боламыз. Ол по-любому маған келіп сұрайды, типа қалай болды, қалай не қылды деп. В общем, үйге кіріп біз барып
жаңа статистикамызды қарай берейік. Оған дейін барып достар, сіздер видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздаршы достар. Менде 1000 подписчикке өте аз қалды, прям аз қалды. 1000 подписчикке жетсек достар, бізде өте күшті видеолар шығатын болады. Сол үшін арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Так, біз енді жителдің келгенін күтетін боламыз. Так, дейтін iPhone 16 шыққан ба, ешкім пандашкен алу керек сияқты мынаны. Так, бам, менің үйімен үй болған ау. Мынаны кім жасап кеткен еді жынды? Ермұхан бері кел. Так, Ермұхан аш есігіңді, Ермұхан қайықтасың, бәрін жасап тығып қалған ба мынау? Ермұхан емес пе? Ермұхан ғой ана точно, Чё там, житель, тыныштық па? Немене сразу? Ермұхан, естен бедроктар қайдан пайда болды? Сен ба, сен үйші нәрдегі тұрған бедроктар да жоқ болып кетті. Сен ба бұның бәрін жасаған? Енді қалай ойлайсың? Бағана таңертең сен емес пе мына жерге бедрокты оқып келдің? Қуады екенсің ғой сен. Сенен басқа ешкім бедрок жоқ қой. Сенен басқа ешкімде бедрок жоқ қой. Не істеме, ана крышаға кірем ба, крышамен кірем ба, үйіме шынсың ба? Крышамен кіресің ба, жерді қазып кіресің ба? Ол жерде менің шаруам жоқ. Бағана таңертең сен менің үйімді қалай істеп кеткеніңді білесің ба? Ешнәрсе білмеймін, мен қайтадан бедроктарды алып таста, сен қалай жасадың? Қайтармай, сен бағана менің бедроктарымды қайтармай кетіп қалдың, сен қашып кеттің. Сен білесің ба, бағана мен мына жаққа өзім родной выходыммен емес, мен мына жақтан кіріп жүрдім, сен басың қақпайды екен ғой, сен қуады екенсің ғой. Болмайды Ермұхан, болмаса сен маған жаңа үй салып бер, болмаса бедрокты алып таста, болмайды. Мен конкретно айтайын ба, сен алмаймын мына бедрокты, сен бар ғой, сен менің условиямды орындамайынша мен мына бедроктарды алмаймын. Бопты, жарайды, онда саған көмектесейін, мен ана грядкиларын таза алып берейін да, қарасай мал болып отыр сен грядкиларын. Бұл грядкиді ма сен? Бұл грядкиді в общем бар ғой, сен қазірге емес, сен бұл грядкиді 1 ай бойы тазалайтын боласың. 1 ай, қумашы, давай хотя бы 2 ай. Қайдағы 2 ай, давай онда 1 ай. 3 ай, қумашы, бопты, 3 ай болса 3 ай, 4 ай болбасын. Болды ма, 3 ай болса 3 ай. Так, сен мына бедроктар, сен басың қақпайда негізі. Бағана таңертең үймен бекер қойып кеттім бедрокты. Мен әдейі өзім статистикамды қарап жатырмын. Енді подписчиктерге айтып жібермін, арнама тіркеліп 1000 подписчикке жеткізіп. Мен білмей қалдым ғой, кешірші, мен алып тастаса енді болмайды оны. Сен бірінші айт, арнаға тіркеліп, сосын барып алып тастаймын. Достар, міндетті түрде Ермұхан каналына тіркеліңдер, 1000 подписчикке жеткізіңдер, болмай кеттің бәрін бедрокты кетірсің, менен достар көмектесіңдер. Достар, енді мынаны қазір бедроктарын алып тастайтын болам. Мына житель енді грядкамды неше ай, 1 ай ма? 3 ай, тазалап беретін болады. Еще мына бедроктарын алып беретін боламыз. Бізге мэрімізге өте үлкен рахмет айтқым келеді, себебі осындай бізге мүмкіндік беріп тұр. Енді мен қазір мына бедроктарын алып тастайын, сосын барып жительдің реакциясын көретін боламыз. Ермұхан, рахмет, енді көтімді қысып жүретін болдым ғой енді. Енді келесі бедрок қоясың ба есіктің алдына? Жоқ, қоймаймын. Все, болды. Так, достар, біз дейтін админканы алып алып деген общем есіптің жителігін тазалап бердік, өзіміздің үйімізді ретке келтіріп алдық. Достар, шынымен өтініш достар, арнаға тіркеліңіздерші, менде 1000 подписчикке өте аз қалды. Достар, бүгін видеоролик сіздерге өте ұнады деген ойдамын. Әрине арнаға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен мен Ермұхан, келесі кездескенше сау болыңыздар.